егер сіздің балаңыздың денесінде қандай да бөртпе бар, бірақ шаштың арасында бөртпе болмайтын болса, светке қарасам көзім ауырып жатыр, басым ауырып жатыр деген сияқты белгілер болса, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз балалардағы температура, жедел басталатын дерт, бөртпенің көп жағдайда шаштың түкті бөлігіне, алақан табанға және кеуденің жоғарғы бөлігіне шығуы. Бұл бөртпенің негізгі ерекшелігі бөртпенің ішіндегі сұйықтық бар секілді везикулалы түрдегі бөртпелер және баладағы айқын интоксикация, баладағы әлсіздікпен көрінетін ауру туралы айтамыз. Ол балалардағы ветрянка. Бәлкім сіз өз өміріңізде, таныстарыңызда, туыстарыңызда бұл дертпен кездескен де шығарсыз, жеңіл-желпі түрде бұл вирусты өткізген де шығарсыз. Бірақ біздің бүгін именно ветрянканы неге таңдап, неге ветрянка туралы айтатынымызды мен сізге түсіндіріп кетейін. Өйткені ветряная оспа дегеніміз бізде ветрянка. Жалпы адам ағзасында түрлі асқынулармен, мына ең қиыны, ең мынау белең орын алатыны ол ми қабатын зақымдап вирусты энцефалит шақыруы. Энцефалит дегеніміз білесіз, мидың қабатының қабынуы. Бұл вирустың әсерінен, яғни именно осы ветрянканың қоздырғышымен көп жағдайда шақырылатын дерт. Енді ветряная оспа бұл баладан балаға қалай жұғады? Бірінші кезекте ауа тамшылы жол арқылы. Себебі ветряная оспамен ауырған баламен сіздің балаңыз контакт болатын болса, 14-21 күннің ішінде сіздің балаңызда да жоғарыда аталған белгілер пайда болуы мүмкін. Бүгінгі видеоның негізгі мақсаты біз бұны қалай анықтап, оны үй жағдайында қалай емдей аламыз, және қай мезгілде, қай уақытта ауруханаға баруымыз керек. Яғни міндетті түрде стационарлық көмекті талап ететін жағдайларда сіздерге жек-жегімен, рет-ретімен реттеп айтып беретін боламыз. Енді жалпы ветрянка кезде біз қалай анықтаймыз? Бірінші кезекте балада температура басталады. 37-37,5 айқын қатты бір көрініс бермейтін температурамен басталуы мүмкін. Және бірінші, екінші тәулікте балада уже бөртпе пайда болып бастайды. Және бөртпе міндетті түрде бастың түкті бөлігінде болады. Егер сіздің балаңыздың денесінде қандай да бөртпе бар, бірақ шаштың арасында бөртпе болмайтын болса, бұл ветрянка емес, бұл ключевой моменті ветрянканың. Енді жалпы сіз осындай күдіктендіңіз, балаңызда температура, бөртпе пайда болды, балаңыз сәл әлсіреп қалды, ары қарай сіз не жасайсыз? Бірінші кезекте өзіңіздің учаскелік дәрігеріңізге барасыз. Себебі ветрянка негізі екі деңгейде емделеді. Біріншісі амбулаторлы, екіншісі бізде стационарда. Енді амбулатория деп отқанымыз, ол сіздің тұрғылықты мекенжайыңыз, өзіңіздің мекенжайыңыз бойынша қарайтын медициналық мекеме, яғни поликлиника. Ол жерде учаскелік дәрігердің тағайындауымен сіздің балаңызға жалпы қан анализі тағайындалатын болады. Және жалпы зәр анализі тағайындалатын болады. Жалпы қан анализінде енді сіз ветрянка кезінде не көре аласыз? Біз жоғарыда да ескертіп айтып жатырмыз, ветряная оспа дегеніміз бізде вирусты инфекция болғандықтан жалпы қан анализінде сізде лимфоциттер жоғары болады. Яғни лимфоциттер бізде вирусқа жауап беретін компонент болғандықтан лимфоцит жоғары болады, соя қалыбында болады. Және де сізде лейкопения, лейкоциттеріңіз сізде мысалға бактериальный инфекцияда жоғарылайтын болса, вирусты инфекцияда төмендейді. Наоборот, лейкопения көріністерін көрінуі, осы көріністердің бұл ветряная оспаның, яғни баланың ағзасында вирусты инфекцияның жүріп атқаны туралы тағы бір дәлел. Енді зәр анализінде сізде протеинурия болуы мүмкін, мочада аздап белок болуы мүмкін. Өйткені вирустың әсерімен бүйректің бізде фильтрациясы да сәл бәсеңдеп қалады. Осы белгілер лабораторда айқындалды, сізде жоғарыда аталған белгілер айқын көрініп тұр, сізге клиникалық диагнозды ветряная оспа деп қояды. Ветряная оспаны үй жағдайында амбулаторлы, поликлиника деңгейінде және үй жағдайында қалай емдейміз? Бірінші кезекте балаға бізде температура периодында, яғни бала температура беріп жатқан кезде мүмкіндігінше төсек режимі болғаны дұрыс. Өйткені көп қозғалыста болмағаны дұрыс, бала төсек режимінде болады. Екінші кезекте бала көп мөлшерде сұйықтық ішу керек. Оның құрамына сүт, шай, кез келген сұйықтық. Соктарыңыз тек газированный болмаса, және қоспасы көп сусын болмаса, қалған барлық сұйықтық түрін көбірек ішкені балаға абзалырақ болады. Енді балада бұл ауру температурамен бірге провоцировать етіледі дедік. Енді температураны басу мақсатында біз
не жасайсыз? Үй жағдайында негізі көбінесе қолданатыныңыз сіздікі ибупрофен мен жаңағы парацетамол. Балауыздары болсын, таблетка түрі болсын, суспензия түрі болсын, кез келгенін температураны түсіру мақсатында балаға беріп отырасыз. Бірақ есіңізде болсын, жалпы жаропонижающий температура түсіретін дәрілердің ара ұзақтығы сізде мүмкіндігінше 6 сағаттан кем болмау қажет. Яғни сіз бірінші берген температураға берген дәріңізбен екіншісінің арасы 6 сағат болу керек. Осы жалпы 6 сағат кейде болады, мысалы балдарда температура жиі көтеріледі, ол кезде сіз обтирание жасап, көбірек жидкость беріп, балаға мысалы парацетамол салғаннан кейін сөйтіп чередовать етіп уақытты созуыңызға болады. Неге? Өйткені кез келген жаропонижающий препарат құрамында парацетамол ол бізде бауырды зақымдауы мүмкін. Былайша айтқанда токсический гепатит дейміз, бауыр парацетамолды токсин ретінде қабылдап көп мөлшерде болғандықтан онымен справляться етпей, парацетамолмен фильтрация жасай алмай парацетамолды ағзаға, бауырдың қызметіне зияны тиюі мүмкін. Сол себепті есіңізде болсын, жаропонижающийді 6 сағаттан жиі бермеңізді. Енді екінші постельный режимді айттық, обильный питьені айттық, парацетамол беретінімізді айттық. Және бізде бөртпе бізде 3-4 тәулікке шейін жаңалары пайда болып отыруы мүмкін. Оны жалпы сіз бриллиантовый зелень дейміз, 1% қарапайым халық тілімен айтқанда зеленкамен обрабатывать етіп отырасыз. Немесе калий перманганатымен аптекадан рецепт арқылы жасатып алсаңыз болады, ал зеленкалар дайын түрінде бізде аптекаларда сатылымда. Сонымен жасап отырасыз. Яғни күніне 3 мезгіл, таңертең, обедте, кешкісін сіз мына жаңа пайда болған бөртпелерді және де ескі бұрыннан пайда болған бөртпелердің де барлығының үстін зеленкамен немесе калий перманганатымен жағып отырасыз. Енді ары қарай сізге қалатыны, енді мен айтайын сізге, жалпы сізде ветеринария оспа бұл герпес вирусымен шақыратын болғаннан кейін противовирусный, яғни герпеске қарсы препарат ацикловерді қолдансаңыз болады. Ацикловер бізде 10 мг на килограмм әр 8 сағат сайын қолданасыз, күнделікті 3 рет. Пока температура толығымен басылып, соңғы бөртпе шығып біткенге дейін. Себебі бөртпе пайда болғаннан кейін 4 тәуліктің ішінде бөртпе толығымен шығып бітеді. Осы уақыт ішінде жаңа препаратты беріп отырасыз. Енді бұл үй жағдайында, егер сіз осының барлығын нұсқаулықты жасап, балаңызды жақсылап сумен отпаивать етіп, ешқандай асқыну болмаса, балаңызда қорқатын ешнәрсе жоқ. Сіз бұл дерттен өтіп кетесіз. Енді кейбір жағдайларда болып жатады, мен видеоның басында да айттым, ветеринария оспамен мидың қабатының зақымдалуы немесе басқа да асқынуы. Бұл нәрселерді қалай анықтай аласыз? Енді кейде болады, аналар учаскелік дәрігерге барады да лечение салады, үй жағдайында емдеп жатады, бірақ баланың жағдайы жақсармайды. Бірінші кезекте балаларда құсу пайда болуы мүмкін. Сіздің көңіл аударатын нәрсеңіз баладағы құсу. Егер ветрянканың фонында балаңыз құсып жатса, температура түспесе, және егер балаңыз өзінің жағдайын бағалай алатын жаста болса, егер басым ауырып жатыр деген секілді шағымдарды айтылатын болса, бас ауыру, құсу және мына жарықтан көздің ауруы, кейде балдар айтып жатады, светке қарасам көзім ауырып жатыр, басым ауырып жатыр деген сияқты белгілер болса, міндетті түрде стационарлық деңгейде дәрігердің консультациясын алуыңыз керек болады. Өйткені сіздің балаңызда жаңа вирусный энцефалитке өтіп кетуі мүмкін асқыну ретінде. Ал енді тағы да бір вирусный энцефалиттің бір белгісі балада мидың зақымдалу деңгейіне байланысты ригидность затылочных мышц дейміз. Мына желке бұлшық еттерінің тартылуы, яғни бала жатқан кезде аяғы созыңқы, қолдары дене бойымен созыңқы, бала жатады, басқа мойынға ешқандай күш салмай жатқан кезде, сіз өз қолыңызбен баланың басын көтерген кезде, жалпы мына желке бұлшық еттері жібермей, баланың иегі мына кеудесіне жақындай алмауы. Бұл айқын белгісінің бірі. Ал енді егер балаңызда қандай да бір очаговый симптоматика деп жатамыз, ошақты белгілер, бала жүрісінде тербеліс болса, шаткость походки дейміз, тербеліс болып жатса, немесе балаңыз жалпы аяғын немесе қолын дұрыс басқара алмай жатса, әлсіздік болып жатса, бұның барлығы вирусты энцефалиттің айқын белгілері. Бұл кезде стационарға госпитализация жасалынып, балаңыз ары қарай зерттеулерді өту қажет болады.
Енді мен ветеринария оспа туралы толық мәлімет бердім деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, сіздерді алаңдаған қандай да бір пікірлеріңізбен бөліскіңіз келсе, немесе қандай да бір алаңдатқан сұрақтарды қойғыңыз келсе, комментарийде қалдырсаңыз болады. Біз міндетті түрде комментарийдің барлығын оқып отырамыз. Барлығына мүмкіндігінше ешкімді шетте қалдырмай, барлығына жауап беруге тырысамыз. Келесі видеоларда жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, біздің YouTube каналды қолдап қойыңыздар.